Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын пирогты көрсететін боламын. Ең алдымен каналға подписаться кнопкасын басыңыз, лайк басыңыз және қоңырауша белгіні басыңыз. Біз бірінші осылай ұнның үстіне какао және қопсытқыш қосып дайындап аламыз. Енді Қазақстан шоколадымызды алып, ыдысқа бірнеше бөлікке салып бөліп аламыз. Үстіне пачкідегі майымызды қосып, қайнаған судың үстіне қойып, жақсылап отырып шоколадымызды ерітеміз. Міне дәл осындай болып еру керек. Енді біз осылай жұмыртқаларды жарып, үстіне қант қосып, араластыратын боламыз. Достар, осы видеоны таныстарыңызға, подружкаларыңызға ссылкасы арқылы жіберіп, видеомен бөліссеңіздер болады. Міне осылайынан екеуін қосып араластырып аламын. Енді қою болу үшін миксермен араластырамын. Міне мен дайындап алдым. Енді үстіне жәнегі ерітілген шоколадымызды қосып, тағы да миксермен араластыратын боламыз. Достар, осы видеоға міндетті түрде лайк басыңыздар, астына комментарий жазыңыздар. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарийдан сұрап жазуға болады. Мен міндетті түрде жауап жазатын боламын. Міне араластырып алдым. Енді жәнегі біз ұнды, қопсытқышты қосып, жақсылап отырып, біркелкі болғанша осылайынан араластырамыз миксермен. Аздап шашырауы мүмкін, сол үшін тереңірек ыдысқа істеңіздер. Міне дәл осындай болып шығу керек. Енді бұны духовкаға әрбіреуін 15 минуттан пісіріп аламыз. Міне менде 4 корж шықты. Енді осыны арасына крем жағып, пирогымызды дайындайтын боламыз. Мен үйде тұрған сгущенканы салатын боламын. Сіз өздеріңіз білетін кремдеріңізді қосуға болады арасына. Менде үйде осындай шоколадный сгущенка бар және ақ сгущенка бар. Екеуіне қосатын боламын. Міне осылай 4 коржының арасына салып, дайындап жатырмын. Үй жағдайында жасалатын простой пирогтардың бірі. Бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндейсіз. Мен үйде не бар, сомен жасап жатырмын. Шоколадты теркадан өткізіп, бетіне себемін. Міне біздің пирогымыз дайын. Үйде осылай жеңіл түрде пирог жасап көріңіздер.